Сіздермен менің құрметті оқырмандарым, бүгін сіздерге осы көрген видеоларыңызды қалай істеуді қазір CapCut бағдарламасы арқылы көрсететін боламын. Мінекей, мен жүріп келе жатырмын, мына видеоды түсіріп жатырмын, және бұл жерде менің қадамдарым кішкене болсын мен жүріп келе жатқан қадамдарым білдірмеу үшін біз бұл видеоны бетін басып, сосын стабилизация бөліміне кіреміз. Мінекей, стабилизация дәл осы жерде шығады. Біз бұны аламыз, рекомендованный стабилизацияға қойып галочканы басамыз. Мінекей, бізде стабилизация уже істеді. Ендігі кезекте біз видеоға фон береміз, яғни цветовой коррекция. Бұл жерде сіздерде осындай фильтр шығады. Мына видеоға қарап кез келген фильтрді қойсаңыздар болады. Мысалға, мен осы жерде видеоға байланысты өзінің рекомендованный фильтрлары бар екен. Мінекей, табиғат аясында осындай фильтрларды беріпті. Мен мысалға осы фильтрді аламын бірінші тұрған. Сосын мінекей, видеомыз керемет болды. Ендігі кезекте біз видеоға тағы цветовой коррекция береміз. Ол үшін фильтр бөліміне кіріп настройды басамыз, сосын яркость. Яркость бұл видеоның ашық немесе қараңғы болуы, жарық немесе қараңғы болуы. Мінекей, біз яркостьін чуть-чуть көтереміз, қатты көтерсек болмай қалады. Кейін контраст. Контраст деген видеоға түс беру. Видеоны біз максимально простой, максимально яркий қылсақ болады. Например, міне контраст қостық, түс қосылды, сосын наращивание. Осы наращивание видеоға өте керемет фон береді. Мінекей, бұны алып тастағанда дәл осы черно-белый қосқан кезде міне полностью бұл жерде наращивание қосылды. Сосын біз мынаны онша пайдаланбаймыз. Экспозиция тұра берсін. Резкость. Видеода резкость өте маңызды. Себебі бұл видеоны качественный, анық қылып шығарады. Каждый точка мелочьтарына шейін. Кейін очередь. Осветление дейді. Бұл видеоны жарық немесе қараңғылау қылады. Бұл да бір яркость сияқты қызмет атқарады. Біз бұны чуть-чуть қараңғылау қыламыз. Сосын тень деген видеодағы қараңғы жерлерді жарық қылады. Мысалға, көріп тұрғандарыңыздай мінекей, қараңғы жерлерді дәл осы арқылы мен жап-жарық қыла аламын. Кейін очередь. Температура бізге керек емес. Неге десеңіз, бұны көбейтсеңіз қызарып кетеді, түсірсеңіз көк болып кетеді. Сосын тон деген бұл да керек емес, цветті құртып тастайды. Мінекей, мынау туман қылады. Кейінгісі винетка. Егер қаласаңыздар қарасын, қаласаңыздар ақты қылуларыңызға болады. Бірақ маған бұл қызық емес. Ендігі очередь. Мінекей, зернис тосты қостым. Мінекей, біздің видеомыз дайын болды. Видео сіздерге ұнады деп ойлаймын. Егер видео ұнаған болса лайк басыңыздар, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіңіздер, комментария қалдырыңыздар. Міндетті түрде оқитын боламыз. Сау сәлемет болыңыздар.